Сәлем достар, бәріміз адам болғаннан кейін ас ішіп тамақтан күш қуат алуға мұқтажбыз. Әрине, тиісінше сол жейтін тағамдарымыздың сыртқы түрі мен дәміне де көп көңіл бөлеміз. Бірақ сол тағамдардың арасында дәмін татып, иісін ескеп, тіпті түрін көрместен, атын естігенде бірден бас тартатын тағамдар да бар. Міне бүгін мен сіздерге сондай, сіздің үш ұйықтаса да түсіңізге кірмеген, өте қорқынышты, сұмдық тағамдардың бесеуін көрсетпекшімін. Ендеше кеттік. Айтпақшы, бұл видеоны тамақ жеп отырып көрмеген дұрыс. Бесінші орында Жапонияда ғана желінетін тунецтің көзі тағамы. Бұндай тағам қолжетімді, сәйкесінше кез келген қалаған адам сатып ала алады. Бірақ бұндай көзге оғаш көрінетін жеркенішті, қорқынышты тағамды жеуге көбісінің батылы бара бермейді. Енді жапониялықтардан басқа. Төртінші орында балут жұмыртқасы немесе балют. Бірақ аты маңызды емес, оның қандай тағам екені маңызды. Азиат халықтарының сүйікті астарының бірі. Бұл балапан болып қалыптасып қалған үйректің жұмыртқаларын қайнату арқылы жасалынатын ас. Бұндай асты көбіне еркектер ішеді. Олардың ойынша бұл ерлердің потенциясын өсіредіміз. Үшінші орында акуланың бұзылған еті, хакарл. Бұл керемет тағамды Исландияда жейді. Бұл тағамды онда біреулер викингтердің наны деп айтады. Бұл керемет тағам былай дайындалады. Бірінші полярлық акуланы өлтіріп ұстап алады. Содан кейін акуланың етін бөлшектеп жарты айға жерге көміп тастайды. Осы уақытта ет саси бастайды. Сосын ет қазылып алынып, арнайы бөлмеге ілініп қойылады. Бұл жерде бөлменің ауасы жақсы алмасу керек. Себебі бұл еттерден сұмдық мүңкіген сасық иіс шыға бастайды. Осылайша ет кесектері тағы да 4 ай тұрады. Осы уақытта ет әбден сасып, бұзылып сармайға айналады. Міне шедевр тағам дайын болады. Оны шикідей немесе көкөністермен бірге асып жеуге болады. Құсып қоймаңыздар. Екінші орында бізде тірі маймылдың миы атты тағам орналасқан. Егер мұны тағам деуге келсе әрине. Бұндай асты тек арнайы Гонконг пен Қытайдың жабық мейрамханаларынан ғана табуға болады. Бұл таза жындылықтың үлгісіне айналған тағамды былай дайындайды. Маймылды өлтірместен тура сол тағамды жейтін адамның алдына әкеліп, арнайы үстелге басын шығарып бекітіп қояды. Сосын басындағы жүнін қырып тастап, арнайы арамен миын алу үшін дәл төбесі кесіледі. Сосын үстіне тұз себіп, үшкірлеу келген арнайы қасықпен жеу керек. Сол кезде өлуге таяп қалған маймылдың өзі жан дауысы шығып бақыратын көрінеді. Бұл әлемдегі ең сұмдық тағам деп отырған шығарсыздар. Асықпаңыздар, себебі әлі бірінші орын бар. Бірінші орын. Мен естіп көрген тағамдардың ішіндегі ең сұмдығы. Адам шаранасынан жасалынатын тағам. Нағыз айуандықтың символы іспеттес бұл тағам Қытайда танымал. Қытай елінде қабылданған бір отбасы, бір бала заңына байланысты көптеген отбасылар өте көп түсіктер жасатуда. Ал ештеңені босқа кетірмеу керек дейтін Қытай халқы осы балаларды алып тамақ жасайды. Олардың айтуынша, бұндай тағам адамды жасартатын көрінеді-міс. Әдетте тек қыз балалар болатын кезде ғана аборт жасатылады. Соған сәйкес, шарана егер ол болса, бағасы да қымбаттай түседі. Әрине, адам баласын саудалау заңсыз. Бұл тағамға өнімді алудың 3 жолы бар. Олар арнайы аборт жасататын клиникалар. Екінші, арнайы шараналарды сатушы отбасылар. Үшінші, жаңа туылған сәбилерді сататын отбасылар. Иә, жер бетінде осындай да сұмдықтар болады екен. Міне достар, видеомыздың соңы. Алла сақтасын деп отырған шығарсыңдар. Шынымен де бұндай бәледен Алла сақтасын. Егер де видеомды жауып тастамай соңына дейін көрген болсаңыз, рахмет. Ендеше видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны түртіп қоюды ұмытпаңыздар. Менің арнаммен бірге болыңыздар. Әлі де талай қызықтарды айтамыз.